Абайдың 23-ші қара сөзі. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш дегендер бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, о да адамын деп жүр ғой оның. Қасында біз сәулелі кісінің бірі емеспіз бе, оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе? Деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Я білгендер айтып па. Әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болады. Дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса, алдыңда неше ат бар деп. Сұрар, артыңда неше ат бар еді деп сұрағаның несі сөз? Мен 5 аттан, 10 аттан ілгері едім. Дегеннің несі қуаныш? Енді жұбанышы жалғыз біз бе, елдің бәрі де сөйтіп ақ жүр ғой, көппен көрген ұлы той. Көппен бірге болсақ болады деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па. Көптен қалмасаң болады деп. Көпке қаһарым жүрмейді деп. Көпке тұзағым жетпейді деп. Бе. Ғылым көпке келіп бе. Біреуден тарап па. Хикмет көптен тарай ма? Бірден тарай ма? Көпке қорлық жүрмей ме? Бір үйдің іші түгел ауырса, жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам. Адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ па екен. Көп кісі жолаушының бәрінің аты арығаны жақсы ма? Жоқ, жармысы арса, жармысының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым жартысы аман қалғаны жақсы ма? Осы көп. Ақмақтың бір ақмаққа несі жұбаныш? Тұқымымызбен аузымыз сасық болушы еді деген. Жаман күйеу қалыңдығын жеңіп бе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп бе? Ендеше, көбіңнен қалма, сен де аузыңды саста бер деп бе? Абайдың 23-ші қара сөзіне терең талдау. Абай Құнанбаевтың 23-ші қара сөзі. Қазақ қоғамындағы кемшіліктерді сынайтын терең философиялық ой толғам. Бұл қара сөзінде Абай қазақ халқының мінез құлқын, әсіресе олардың өз-өзін жұбату мен қуану дағдысын сынға алады. Ол халықтың біреудің кемшілігінен қуаныш табуын, және көппен бірге болуды жұбаныш етуін теріс сипаттайды. Бұл шығарма тек сол дәуірдегі қазақ қоғамының ғана емес, жалпы адамзат психологиясының терең мәселелерін көтереді. Осы қара сөзді талдау барысында біз оның негізгі идеяларын, көркемдік ерекшеліктерін, әлеуметтік және философиялық мәнін қарастырамыз. Сонымен қатар, оның қазіргі заман үшін өзектілігін ашып, автордың қандай ой тастағанын зерттейміз. Абайдың бұл қара сөзіндегі басты ой адамның өзін-өзі дамытудың маңыздылығы және жалған қуаныш пен алдамшы жұбаныштан арылу қажеттігі. Ол екі негізгі мәселеге назар аударады. Басқаның жамандығынан қуану. Абай қазақтардың өзіне нашар біреуді тауып, сонымен салыстыра отырып, өзін жақсы санауын қатты сынайды. Ол мұны адасушылық деп есептейді. Яғни, адамдар өздерін жақсартуға емес, басқаның қателігінен ләззат алуға бейім. Автор жаманға салысып жақсы бола ма деп риторикалық сұрақ қояды. Бұл сұрақ арқылы ол шынайы дамудың өлшемі өзіңнен әлдеқайда озық тұлғалармен салыстыру екенін меңзейді. Егер адам тек өзінен нашарларға қараса, ол ешқашан алға жылжымайды. Көппен бірге болуды жұбаныш ету. Екінші негізгі мәселе көпшілікпен бірге болуды, яғни көппен көрген ұлы той қағидасын Абай қатты сынға алады. Адамдардың қателігін көпшілік жасаса, оны ақтау мүмкін емес екенін айтады. Оның ойынша көпшілік адасып кетуі мүмкін, бірақ бұл жеке тұлғаның да соған еруін ақтамайды. Ол ғылым мен хикметтің көптен емес, бірден тарайтынын айтып, халықтың надандыққа ұрынбауын ескертеді. Абай осы екі теріс мінезді сынай отырып, адам өзін-өзінен жақсы адамдармен салыстырып, өз кемшілігін түзеп, өзін дамытуы керек деген ой тастайды. Әлеуметтік және философиялық мәні. Абайдың бұл ойлары тек қазақ қоғамына ғана емес, жалпы адамзатқа ортақ. Ол адамдардың табиғатында кездесетін әлсіздіктерді, жалқаулықты, өзін-өзі жұбатуға бейімділікті көрсетеді. Әлеуметтік тұрғыдан, бұл шығарма қазақ қоғамындағы даму тежелісінің бір себебін түсіндіреді. Егер адамдар өздерін жаманмен салыстырып, жұбанып жүре берсе, онда қоғам алға жылжымайды.
Осылайша, Абай қазақ халқының ой-санасын оятуды көздейді. Философиялық тұрғыдан, бұл ойлар экзистенциализм мен этика мәселелеріне жақын. Адам өз өміріне жауапты, өз мінезін өзгертуге құқылы және өз даму жолын саналы түрде таңдауы тиіс. Басқаларға қарап өз кемшіліктерін елемеу адами дамуға кедергі келтіреді. Көркемдік ерекшеліктері. Абайдың қара сөздері әдеби тұрғыдан өте шебер жазылған. Оның 23-ші қара сөзіндегі негізгі көркемдік құралдарын талдап өтейік. Риторикалық сұрақтар. Абай бірнеше рет риторикалық сұрақтарды қолданады. Жаманға салысып жақсы бола ма? Көпке қорлық жүрмей ме? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Бұл сұрақтар оқырманды ойландырады, оларды өз-өзінен жауап іздеуге итермелейді. Қарама-қарсы салыстырулар, антитеза. Абай көп нәрсені салыстыру арқылы түсіндіреді. Жаманға салысып жақсы болу мен жақсыға салысып жақсы болу. Көпке еріп адасу мен бір ақылды адамға ілесу. Барлығының бірдей жұтауынан гөрі жартысының аман қалуы жақсырақ. Осылайша ол оқырманның дұрыс пен бұрысты анық ажырата білуіне көмектеседі. Тура және астарлы мағыналар. Абай кейбір тұстарда тура шындықты айтады, ал кейде астарлап жеткізеді. Мысалы, 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса, алдыңда неше ат бар деп сұрар. Бұл мысал арқылы ол алдыңда әлі озғандар бар екенін еске салады. Тұқымымыз бен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе? Бұл арқылы ол көпшілікке ерудің қате екенін ашық жеткізеді. Қазіргі заман үшін өзектілігі. Бұл қара сөз қазіргі уақытта да маңызын жоғалтқан жоқ. Қазіргі қоғамда да адамдар өздерін өзгелермен салыстыру арқылы өзін жұбатуға бейім. Мысалы, кейбір адамдар өз өміріне риза болмай, басқалардың сәтсіздіктерінен жұбаныш табады. Көпшілік бір қате пікірді ұстанса, жеке тұлға да соған еріп кетеді. Абайдың бұл ойлары әр адамның өзін-өзі дамыту қажеттілігін көрсетеді. Егер адам өзінен жақсыға қарап бой түзесе, ол үнемі жетілу жолында болады. Қорытынды. Абайдың 23-ші қара сөзі терең философиялық еңбек. Ол адамдардың басқалардың қателігінен ләззат алуын және көпшілікке еруді сынға алады. Бұл идеялар бүгінгі таңда да өзектілігін жоймаған. Егер адам шынайы дамуды қаласа, ол өзінен озық адамдарға қарап бой түзеуі керек. Абайдың ойлары бізге өзін-өзі жетілдірудің, саналы болудың және көпшілікке еріп кетпеудің маңыздылығын үйретеді. Бұл қара сөз, қазақ халқының ғана емес, бүкіл адамзаттың бойындағы ортақ мәселелерді көтеретін ерекше шығарма. Ол әр адамға өз-өзін тануға, дамытуға, жалған жұбаныштан арылуға шақырады.